Сәлем менің құрметті тыңдармандарым. Бұл видеодан Манкенттен Жаркентке тойға барған дана қыздың әңгімесінің соңғы бөлімін тыңдай аласыздар. Қарындасым, неге қамығып келесің? Тұтқиылдан қойылған сұраққа әуелі не деп жауап берерімді білмедім. Маған тақау отырған аға екен. Жай аға, көңілім босап кеткені, дедім одан бетер бір уыс болып. Қой айналайын, манадан бері мұрның пысылдап, мазаң болмай отыр. Кешіріңіз, жолға шыққанда жылауға болмайды қалқам. Жаңа сені шығарып салғандар кімдер? Дос қызым мен оның күйеуі. Өзің қайда тұрасың? Манкентте. Дос қызың мұнда қалай келді? Тұрмысқа шыққан. Ар жағында отырған аға. Қой мен қыздың жүрмейтін жері жоқ қой. Сен де қызық сұрақ қоясың Асқар, деді маған жақтырмай. Таксист келіп көлікті оталдырды. Бетімді терезеге бұрып алып, теріс қарап отыруды әдепсіздік санадым да, досым, Панфилов ауданына қарасты 4 арал ауылының қызы еді. Екеуміз бірге Алматыда оқыдық аға. Сол қыз көрші ауылдың жігітіне тұрмысқа шығып, тойға келгем. Асқар аға сабырлы қараспен, жақсы айналайын, тойдан қайтсаң, қуанып қайтпайсың ба? Неге жылап келесің? Деді. Нем бар еді тыныш отыра бермей. Ұсталған жерім осы болды. Танымайтын кісілермен көргенсіз адамдай шүйіркелесіп. Ойбай-ау, неменеге керілесің? Әлде жан қиналсың есіңнен шығып кетті ме? Айт енді бұл жайды. Тойға қуанып келе жатып, Сарыөзектің гарнизонында өзімнің салақтығымнан сөмкемдегі қаражатымды ұрлатып алдым. Содан көңілсіз отырмын. Айпыр-ая, досың ше, дос қызың біле ме? Я, айтқам. Көңілдің кірі айтса кетеді. Жаңа ғана дариядай лықсыған көз жасым сап тиылды. Мұрным ғана пыс-пыс етеді. Ойбу, айналайын-ай, әйбат бала екенсің. Енді қаражатың жоқ па? Деп аяушылық білдірді алдында отырған апа. Иә, дерін дедім де таксистке ұрлана көз тастадым. Қазір бұлқан талқан ашуланып, кіл тоқтайды да мені түсіріп кетеді. Қай жерге келдік? Далаға қарасам, жер мен көк тұтасып кеткен. Салбыраған сұсты таулардың сұлбасы. Алтын емелден асып қалыппыз. Сол кезде Шоқан бабам тіріліп, маған құшақ жайғандай, құзар шыңнан күн жарқырап шыға келді. 1835 жылы Қостанай облысы Құсмұрын ауылында дүниеге келген ол, 1865 жылы жер жанаты Жетісуда, Тезек төрінің ауылында жарық дүниеден озған еді. Сол үшін де Жетісу маған ыстық. Сапарғали Бегалиннің Бала Шоқан хикаяты, Мәжит Бегалиннің Шоқан Уәлиханов атты көркем фильмі мен Сәбит Мұхановтың Аққан жұлдыз романы ұмытылмас туындылар ретінде, ал Аққан жұлдыздай өмірден өткен Шоқан бабам да, Тезек төре де атақты Абылай ханның шөберелері деп қастер тұтам. Жоқ, такси сөйтпеді. Бұрынғы әңгімеме қайта оралайын. Айналасына бір қарап алды да, ләм-мим деместен көлігін жүргізіп келеді. Айпыр-ая, жерлестеріміз үшін ұялып қалдым ғой қарындасым, деді аға. Енді қайда барасың? Деді Асқар ағаның серігі. Манкентке, Сарыөзектен пойызға отырам, дедім бәсең үнмен. Сонда Манкентке жеткенге дейін жол күрең қанша болады? Билетімді алдын ала алып қойғам. Бірақ жаңа өздеріңіз көрген досым мен оның күйеуіне сеніп, бір теңгесіз жолаушылап кете бергеніме әлі өкініп, бір жағынан сіздерден ұялып келе жатырмын, дедім мүшкіл халімді жасырмай. Атың кім қалқам? Қасыма таяу отырған Асқар ағаның үні қандай қамқор, түсі қандай жылы еді. Дана, билетің болса көрсете қойшы. Қазір мінекей,
Сөмкемді ашып, жан қалтасынан жол билетімді ұсындым. Сарыөзекте мініп, Манкенттен түсемін дедің, ә? Иә аға, ары қарай қайда барасың? Сол жерде қалам. Аудан орталығында жұмыс істеймін. Құдай қаласа, ертең таңертең жұмыста болуым керек. Ой айналайын, сен сияқты менің де қарындастарым, желкілдеп өсіп келе жатқан кішкентай қыздарым бар еді. Жастық бізден де қалған. Достыққа адалдығың ұнап тұрмаған. Баяғыда Шымкенттің жігіттерімен бірге әскер қатарында қызмет етіп, Түркістан, Темірлан, Шұбар деген ауыл қалаларынан дәм ауыз тиіп қайтқам. Кейін тұрмыстың илеуінен аса алмай, қарым-қатынасымыз үзіліп қалды. Енді сол жігіттермен көрісеміз бе, жоқ па, Құдай біледі. Өткен өмірін сағынышпен еске алып, күрсініп қойды. Дана, міне ала ғой, 1000 теңге жете ме саған? О не дегеніңіз? Көп керек емес. Маған 500 теңгені Сарыөзекке дейін төлесеңіз болды. Мекен жайыңызды жазып жіберіңізші. Жеткесін пошта арқылы салып жіберем. Қой айналайын. Арзымайтын ақшаға бола қайтесің мекен жайды. Мендей ағаларың көп болсын. Азарлығы кейін байығаныңда күле-күле есіне алып жүрерсің. Мә ала ғой енді. Қусырып отырған алақаныма 200-500 теңгелікті қыстырды. Ол кезде 1000 теңгенің құны орасан. Қарсыласуға ұялдым. Айналадамдағы адамдардың жан жылуынан ба, әлде ішкі толғанысым әсер етті ме, бетімнің өрттей қыздара бастағанын сездім. Біз әңгімемен жол қысқартып, Сарыөзекке де келіп қалыппыз. Олар мені теміржол вокзалына жеткізіп салып, әрі қарай Талдықорғанға сапар шекті. Жолаушылармен қоштасып тұрып, таксистке Асқар ағаның 500 теңгесін ұсынып едім. Қарындас, ақшаң керек емес, аман-есен үйіңе жетіп ал. Менің саған жасаған көмегім осы болсын, деді жымиып. Мәс саған, бақандай 1000 теңгені қайтем. Жүргелі жатқан көлікке қайта жармасып, 500 теңгеліктің бірін Асқар ағаның алдына өңгере қойдым. Жолдан керегіңді аласың ғой, қоя ғой, деймін. Сіздерге көп рахмет. Асығып тұрған такси құйындатып ала жөнелді. Асқар аға ұстатқан 2 дана 500 теңгелік 2 алақанымда желбіреп қалып кетті. Қайырымды адамдар мінген көлік көз ұшынан таса болғанша соңдарынан қимай қарап тұрдым. Вокзал маңы. Күн қақ төбеден қақырайып, шуағын төгіп тұр. Басына ақ сәлде ораған қарлы шыңдар күн нұрымен шағылысып, айнадай жарқырайды. Мен күткен пойыз іңір қараңғысында келіп жетті. Алакеуім вагон терезесінен соңғы рет далаға қарап тұрып, айналасына айбат шеге асқақтаған тауларды көрдім. Жол азабынан құтылғаныма және достық парызымды өтегеніме қуандым. Қош бол Жаркент, қош бол Сарыөзек, қош болыңдар, жаны жомарт жандар. Қыс мезгілі, дәрістен шыққан едім. Аппақ қар жамылған айнала, құлаққа ұрған танадай тыныштық. Ақ тон бүркенген ағаштар аязға ұрынып, бүрсең қаққан кемпір шалды еріксіз еске түсірді. Жол жиегіндегі жалғыз аяқ сүрлеу жолмен пальтомды қаусырынып, жайбарақат келе жатырмын. Әпке, маған көмектесіңізші, деген жасөспірімнің аянышты үні естіліп, көңілім нілдей бұзылды. Маған айтасың ба? Дедім өзіммен қатарласа қалған жас жігітке бажайлап қарап. Я әпке, маған көмектесіңізші, алыс ауылдан осы қалада тұратын әпкемнің үйіне келіп ем. Келген соң хабарлассам, ол басқа қалаға қонаққа кетіп қалыпты. Бара салатын ешкімім де жоқ. Маған ауылға жетіп алуға 1000 теңге жол кіре бере тұрыңызшы.
Жаңа ғана соңғы тиыныма нан алып жедім. Берген қаражатыңызды кейіндеу қайтарамын, сеніңізші. Талдырмаш, өндірдей ғана жеткіншек екен. Үсті басы жинақы болғанмен бет әлпеті шашыраңқы сыңайлы. Ақша деймісің? Я, әпкетай, жоқ демеңізші, бүгін үйіме жетіп алайын, деді сөзін нығырлап. Алғашында жол торыған ұрыма, тиын сұрап дәніккен ішкіш пе деп секемденген едім. Мынау шынымен ақ мәжбүрліктен сұрап тұрған сияқты. Әмиянымда 1000 теңгеден көбірек қаражат бар екен. Балаға ұстата қойдым. Рахмет сізге, дей берді боз бала ризашылығын білдіріп. Ілгері жүре бергенімде, кешіріңіз әпке, телефон, адресіңізді жазып жіберіңізші, келерімде хабарласайын, дейді қайта бұрылып келіп. Ой, айналайын, оны қоя қой, шын ниетіммен беріп тұрмын, қайтарымсыз ақ ал енді. Рахмет айтып, қолын кеудесіне ұстаған жеткіншек көшеде өз жолымен кете берді. Ал маған сонша жыл достасқан құрбымның әрекеті емес, бар жоғы 2 сағат бірге жол серік болған Асқар ағаның әрекеті өмірлік сабақ болды. Мен де қолымнан келгенше жан-жағыма жақсылық жасауға тырысып жүрмін. Ал құрметті тыңдарман, осылай құрбысының тойына барып, жол азабын шеккен Дананың әңгімесі осымен аяқталды. Менімен бірге болып тыңдағандарыңызға, қолдау білдіргендеріңізге үлкен рахмет.